Дизайн әзірлеу, профессионалды басып шығару, қаптау, кесу, бүктеу, өңдеу. Бүгінгі бағдарламамызда жас отбасы Қасым мен Құралайдың шағын кәсібі туралы әңгімелейміз. Осыдан 5 жыл бұрын мемлекеттік қайтарымсыз гранттың арқасында үйде отырып жеке істерін бастаған олар бүгінде типография кеңсесін ашты. Саламатсың ба? Мен кеше заказ беруге келіп едім, алуға. Голд принтке рахмет. Кеше заказ берген, бүгін дайын болған. Сапалы және жақсы, әдемі қылып шығарып берді. Рахмет қыздарға айтам. Мен 2014 жылы Жаңаөзенде технар колледжінде бағдарламашы мамандығын бітіріп, 2015 жылы жастар орталығына маман болып келдім. Сол кезде компьютермен жұмыс барысында қосымша Corel программасын үйреніп, дизайн жасап кішігірім. Содан 2017 жылы бірінші декретке шығып, тұрмысқа шыққаннан кейін бірінші декретте бірінші қызыма үйден қолымнан келетін істі бастадым. Визитка, этикетка жасап бастадық бірінші басында. Бір ғана принтер, компьютермен. Содан кейін 2020 жылы жұмыспен қамту орталығының грантын қайтарымсыз 550 мыңды ұтып, соған ең қажетті аппараттарды алып, станоктарды алып, үйдің бір бөлмесін неге арнадық, осы кәсіпке арнадық. Содан тапсырыстар көп болып, сұраныстардың көптігіне қарай кәсіпкерлерге көбірек керек болды. Біздің жұмыстарымыз этикетка, олардың товарларын брендтеуге керек болды. Сөйтіп 2021 жылы біз жалға орын алып, жай алып шығып бастадық. Ол жерде де онлайн тапсырыс, офлайн тапсырыс алып, тапсырыстарымыз көбейіп, қазіргі таңда Жаңаөзен қаласы 2-ші шағын ауданында 30-ші үйде осындай голд принт орталығымыз бар. Бұл кәсіпті алу басында қиын болды, кішкентай баламен, бірақ өзімнің дизайнға қызығатындығым және отбасымыздың қолдауымен осы кәсіп қазіргі күнге дейін уже 7 жыл болды жасап тұрғанымызға. Қосымша білімнің барлығын интернет желісі арқылы барлығын өзім үйреніп, арасында болды кейбір қиын станоктарды үйренетін кезде курстар алып, кішкене шыңдалуға. Негізі адамға табандылық керек, барлық нәрсені үйреніп алуға болады. Қазіргі таңда үлкен станоктардың барлығын үйреніп алуға болады, барлығын. Қазіргі таңда біздер қағаздан, киім, футболка барлық түріне печат басамыз, қағаздардан өнімдер жасаймыз. Одан бөлек қазір Қазақстан бойынша біздер түлек ленталарына тапсырыс аламыз. Ол кәдімгі печатпен түрі бар, одан бөлек кестелі түрі бар, вышивка деп естейді. Қазір содан бізде үлкен 2 станогымыз бар. Қазақстан бойынша өте үлкен көлемде тапсырыстарды алып орындаймыз. Бізді клиенттердің таңдайтыны бастысы сапа және уақыт тиімділігі. Бізде вышивка ленталарымызды Қазақстан бойынша таңдайды, себебі тегіс түседі, вышивка ешқандай жібі тартылмайды. Қате ленталарды өзімізге алып қалып, оқушыларға дұрыс, таза ленталарды тексертіп салып жібереміз. Қазіргі таңда сол өзіміз күнделікті тапсырысымызбен алға қарай жүріп келе жатырмыз. Болашақта жоспарда бар үлкен көлемдегі гранттарға тапсырып көруге үкімет тарапынан. Қазіргі таңда жұмыспен 3 адамды қамтып отырмыз. Жеткіліксіз алу керек адам. Көбірек адам болса, көбірек тапсырысты орындай аламыз және жылдам орындай аламыз. Жұмысшыларға талап сол жауапкершілік, бастысы тапсырысты мұқият тексеріп, клиенттің қолына дұрыс, қатесіз, көңілінен шығатындай қылып тапсыру керек бастысы. Бізге құралдар Қазақстанда көбі таптырмайды. Қытайдан, Россиядан, Өзбекстан, Қырғызстан елдерінен алдырамыз. Бағаны қазір күнделікті өсіп жатыр. Бізге де келетін товарлар да қымбат келіп жатыр, бірақ бағаны максимум ұстап тұруға тырысып жатырмыз. Клиенттерге, тапсырыс берушілерге қолайлы баға болу үшін. Өзге типографиялардың айырмашылығымыз, клиентпен жақсы қарым-қатынаста сөйлесеміз, клиенттің қалауын барлығын сұрап алып, анықтап, өзіне ұнайтынын жасап береміз. Сосын бастысы сапа мен уақыт жылдамдығы. Айтқан уақытында тапсыруға тырысамыз, клиенттің алдымен уақытын сұрап аламыз, қашанға керек, сол уақытқа барынша тырысамыз. Ең тез тапсырыс қанша уақытта жасалды? Ең тез тапсырыс қазірде футболка алып келсе, 10 минуттың ішінде де басып печатын беріп жүреміз. Жаңаөзен қаласында футболкаға, кепкаға, барлық киімдерге, спорт киімдеріне балаларыңыздың печат және кесте түрінде жазу жазып береміз. Сонымен қатар оқушыларға 4-ші, 9-ші, 11-ші сыныптарға ленталарын дайындап береміз. Ал кәсіпкер болсаңыз, сізге өніміңізді сатуға арнайы қағаздарды сапалы қылып шығарып береміз. Алдағы жоспарымыз үлкею, жаңа станоктарды қосу, жаңа аппараттарды қосу. Көбіне кәсіпкерлерге жаңағы этикетка, бирка, киімдерін
өнімдерін брендтеуді ұсынамыз. Сонымен қатар бізден көбіне пакет пен қораптарға печатьтарын сұрайды. Алдағы жоспар соларды қосу. Сонда біз бір кәсіпкердің барлық қалауын, сұранысын орындай аламыз. 3 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отырған жеке кәсіпкерлер алдағы уақытта құрылғылардың қатарын еселеп, көрсететін қызметін санын арттыруды көздеп отыр. Ол үшін мемлекеттік бағдарламаларға қатысып, бақтарын сынап көрмекші.